Саламатсыздар ма балалар? Әдебиеттік оқу сабағымызды бастаймыз. 74-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы Батыр ата. Сабақтың мақсаты кейіпкерлердің портретін сипаттау, оның іс-әрекеті, мінез-құлқының өзгеру себептерін мәтіннен дәлелдер келтіру. Балалар, оқулықтағы бірінші тапсырмаға қараймыз. Ұлы Отан соғысына қатысты ерлік туралы сөздерді дұрыс түсініп оқы. Жаттап ал. Батыл болмай, батыр болмайсың. Өжет адам өлімді жеңеді. Тәуекелшіл тайынбайды. Ерлік пен бірлік жеңіске жеткізеді. Қорқақ қол бастамайды. Батыл болмай, батыр болмайсың деген сөз, егер сен батыр, қайратты болсаң, батыр боласың. Өжет адам өлімді жеңеді. Егер қайсар, өжет болсаң, әр уақытта адам өлімді де жеңеді. Тәуекелшіл тайынбайды. Алдына қойған мақсатына жеткен, тәуекелге бел байлаған адам әр уақытта өз мақсатына жетеді. Ерлік пен бірлік жеңіске жеткізеді. Ерлік пен бірлік, ауызбіршілік бірлікте жеңіске жеткізеді. Қорқақ еш уақытта қол бастамайды. Оқулықпен жұмыс. Екінші тапсырма, әңгімені түсініп оқы. Батырдың мінезі. Шайқас кезінде жауынгерлерге жігер беретін ең күшті жебеуші нәрсе не? Бауке деп сұрадым батырдан. Командирдің жеке басының қайраты, деді Баукен. Осыған байланысты өз майдан жолыңыздан бір әңгіме айтып беріңізші, Бауке. Немене, мақтануым керек пе? Жоқ, болған оқиғаны айтып беруіңізді сұраймын. Тыңда ендеше. Бір жолы біздің батальон қалың орманға қарай бет алды. Орманға 150-200 метр таянып қалдық. Оқ бойы алдымызда бара жатқан екі шолғыншы жауынгердің біреуі көмілген минаға ұрынып аспанға ұшты. Екінші шолғыншы да алға қарай бір-екі аттап қалғанда минаға соғылды. Бәріміз тоқтай қалдық. Мина көмілген алаңға келгенімізді түсіндік. Енді ілгері жүру қауіпті. Бірақ кейін түсіндік, шегінуге болмайды. Қайткенде де орманға кіруіміз керек. Бекініс жасар жер алдымызда. Жауынгерлеріме қарадым. Бәрі тым-тырыс. Аяқтарын бір қадам ілгері аттап басуға ешбіреуінің де батылдары жетпей тұрғанын өңдерінен таныдым. Енді не амал табуым керек? Менің астыма мінген атым бар болатын. Тәуекелге бел байладым да атпен алға тура жүріп кеттім. Орманға жеткен соң бұрылып, кейін қайрылдым. Осылай ерсілі-қарсылы екі рет жүріп өтіп із салдым. Сонан соң жауынгерлерге еріңдер соңымнан, бір ғана қатармен, біріңнің артынан бірің, менің ізіме тұп-тура жүріп отырыңдар деп бұйрық бердім. Қозғалып кеттік. Орманға жеткенше еш жағыма бұрылып қарағаным жоқ. Екі көзім тек алда болды. Соңымнан жігіттердің көздерін менен айырмай, аяқтарын батыл басып келе жатқандарын ішімнен сезіндім. Қауіпті зонадан бәріміз аман өттік. Мина көмілген жерді кесіп жүріп келе жатқанымызда қатерге ұшырармын деп қауіптенбедіңіз бе? Тәуекелге бел буған адам қорқыныш билемейді. Соғыста ең қауіпті нәрсе не? Паника. Қазақша айтқанда, мәтіннің авторы Нығмет Ғабдуллин туралы кішкене түсінік айтып өтейін. Нығмет Ғабдуллин 1927 жылы туған, Ақмола облысы Шұңқыркөл ауылында дүниеге келген. Жазушы, халықаралық лауреат, ғылым докторы, ұстаз, профессор, аудармашы, бас редактор қызметін атқарған. Нығмет Ғабдуллин, жазушы, ғалым. Нығмет Ғабдуллин 1927 жылы дүниеге келіп, 2005 жылы дүниеден өтті.
Ақмола облысы Атбасар ауданы Шұқыркөл ауылында дүниеге келген. Ұлы Отан соғысының батыры Бауыржан Момышұлы туралы әңгіме жазған кісі. 4-ші тапсырмада мәтіндегі оқиға кімдердің арасында құрылған? Шайқас кезіндегі жауынгерлер мен Баукеңнің арасында құрылған. 5-ші тапсырма: мәтіннен нақыл сөзді тауып, дәптерге жазыңдар. Тәуекелге бел буған адамды қорқыныш билемейді. Балалар, оқулықтағы 6-ші тапсырмаға қараймыз. 1-ші тапсырмада берілген нақыл сөздердің мәтінге қатысын айт. Бұл жердегі нақыл сөз: тәуекелге бел буған адамды қорқыныш билемейді. Кімге қатысты айтылған? Бұл нақыл сөз Бауыржан Момышұлына қатысты айтылған. Неліктен? Өйткені оның батылдығы, ер жүректігі, еш нәрседен тай салмай, тәуекелге бел буып, өз мақсатына жететіндігі. 7-ші тапсырмада осы нақыл сөздердегі жеке сөздерді пайдаланып, Бауыржан Момышұлы туралы сипаттап айтыңдар. Мысалы, Бауыржан Момышұлы тәуекелшіл, Бауыржан Момышұлы батыл, өжет, және де өз ойларыңды ары қарай жалғастырып айтыңдар. 8-ші тапсырмада осы бүгінгі айтылған Бауыржан Момышұлы мәтіні бойынша қандай сурет салар едің? Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар. Назарларыңызға көп рахмет.